Ажал құшқан ғашықтар. Біреудің некелі жарын да басып алып қаша салатын әдеті бар ғой қазақтың. Түркістандағы қазақ-түрік университетіне білім іздеп барған үкідей үлбіреген Алияны 4 жігіт жатақхана алдынан ұстап алып, машинаға сүйреп отырғызайын деп жатқанда, көмек сұрап шырқыраған қызға өтіп бара жатқан студент түрік жігіті арашаға түсіп, 4 жігіттің қолынан Алияны құтқарып алып қалады. Сол күннен бастап Алия мен Мұхаммедтің арасында достық сезімі басталады. Әлгі жігіттер Алияға жабысқанын қоймайды. Мұхаммед Алияны қорғағанын қоймайды. Бірде бір топ жігіттер келіп, Мұхаммедті соққыға жығып, сол соққыдан Мұхаммед 6 ай Стамбулда ауруханада жатып емделіп, әрең аман қалады. Солай Алия мен Мұхаммед арасында ұлы махаббат сезімі пайда болады. Сол махаббаттың құдіреті болар. Алия түрік тілін бір-ақ жылдың ішінде меңгеріп алып, мұғалімдердің баяндамаларын түрік тілінен қазақшаға, орысшадан түрікшеге аударып беріп, соның арқасында өзінің оқу ақысын да төлеп, елде төсек тартып жатқан анасына маған да көмектесіп тұрды. Студент кезінде студент жастар ұйымын басқарды. Қосымша ағылшын, араб тілдері меңгеріп, жүргізуші куәлігін де алған екен. Алия қазақ-түрік университетінің заң факультетін бітіріп шықты. Бітірісімен ағылшындық Теңіз-Шевройл компаниясында заңгер кеңесші болып істеді. Отбасымызды қаражатпен толық қамтамасыз етіп тұрды. 18 жыл төсек тартып жатқан мені ауру анасын емдетіп төсектен тұрғызды. Мұхаммедтің жіберген жаушылары сонау Түркиядан тарту таралғысымен 2 рет келді. Шетелге қыз бермейміз. Ол жігіт үйленсе, сонша елден, Франциядан Алияда қыз табылмап па, деп көнбедік. Ақыры Францияда Мұхаммедтің өзі келіп, үлкен дастархан жайып, бәрімізді шақырып, әрбіріміздің алдымызға тізелдеп отырып, қолымызды сүйіп, маңдайына қойып, мен Алиясыз өмір сүре алмаймын, маған Алияны беріңіздер, алақаныма салып өтемін, тірі болсам, жылатпаймын деп жалынды. Мені кешіріңіздер, жүрекке әмір жүрмейді екен, мен осы жігітті сүйемін. Беремін десеңіздер де, бермеймін десеңіздер де, өздеріңіз білесіздер, деді. Ұлы сезімге ешқайсымызда қарсы тұра алмадық. 2 жасқа батамызды бердік. Екеуі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі алдында бірге боламыз, бірге өлеміз деп серт беріскен екен. Түркиядан біздің салт-дәстүріміз бойынша 9-9-ын алып құдалар келді. 10 күнде созылған той болды. Аққудай аппақ Алияны, оның жары, өр тұлғалы, келіскен көркем жігіт. Мұхаммедті көрген жұрт риза болып, ақ батасын берді. Жібектей үлбіреген Алияны Стамбул қаласына келін қылып ұзатып бардық. Алиясын бауырына басып, ол ел қуанды. 8 жыл бір-біріне ынтызар болған 2 жасты қостық. Стамбул өте үлкен қала екен. 10 күн жатып араладық, сый көрдік. Мұхаммед алдымызға тізерлеп, иілеп, көкірегін бір қолымен басып тұрып, мынау кеудемдегі өз жүрегім, мынау Түркиядай ұлы елімнің жүрегі. Қабыл алыңыздар, сақтаңыздар, деп Түркияның ай бедерлі үлкен алқызыл туын тапсырған еді. Алланың қалауы солай болса, амал бар ма? Үйлену тойларын 1 жылдығын Алиясымен қайын жұртында өткізуге Франциядан асығып жеткен Мұхаммед 12 тамыз күні тойларын жарқыратып өткізді. Қуандық, шаттандық. 13 тамыз күні ұшаққа билет алып қайтамыз деп кеткен қос балапаным қайта оралмады. Күдікті жол апатынан қайтыс болды. 13-і қасиетсіз күн болып сорлы жүрегімді қан жылатты. Екеуін бір молаға жерлеп, басына махаббат мұнарасын орнатайық. Махаббат жоқ деп жүргендерге үлгі болсын, деп ел күңіренді.
оған мұхамедтің денесін туыстары жат елге тастағысы келмеді. Себебі мұхамед бір әулеттің жалғыз тірегі еді. Айта берсең мұңы таусылмайтын қос ғашықтың өміріне осылай нүкте қойылды. Екеуінің сағына күткен нәрестелері де жарық дүние есігін ашпастан өздерімен бірге кетті. Ал Әлияның туған еліне, ата-анасына, туыс-бауыр достарына өмірге деген құштар сезімі күнделігінде жазып қалдырылған екен. Ақ еліктей Әлиямның мынау өмірден, адамдардан көрген қиянатын оқығанда халыққа өзін дана көрсетіп биік орындарға шіреніп отырған адам тәріздес жыртқыштарға еріксіз лағнет айтасың. Төсек тартып жатқан мүгедек анасының көңілін езбейін деп іші жылап тұрса да, жарқылдап ар-намысын көз жанарындай сақтаған Әлиядай аяулы перзент беріп, аз күн болса да мейірімді өсірген Аллаға мың шүкір. Аллаға шүкір деймін жаным күйіп, қыз берген Әлиядай ары биік, махаббат әлемінің періштесі, жарқырап жанарыма тұрсың сыйып. Айқасқан қанаттары ақ шағалам, ата-ана ел намысын таптамаған, 8 жыл ынтызар боп бір-біріне, батасыз ар сызығын аттамаған. Бірлік құшағында сақта ғалам, сағынып қимағанмен амалым жоқ, Алладан әмір келген шақта барам. Әлия мен Мұхамедті іздеп зарлаған мен ғана емес, оларды ел іздеп сағынып жатыр. Әлияға арналған, мен танымайтын бірақ жүректері жүрегіммен қоса жылаған ғазиз жандардың өлең жоқтауларын аудандық газет бетінде жарияланып тұруы Әлия жалғыз мен емес, елінің қызы екенін аңғартқандай. Ал Әлияның күнделігінің әр бетінде үлкен ой жатыр. Мынау ардан ақша қымбат заманда арман қуып жүріп, орға құлаған қыздарымызға үлгі болып ой салатындай.